Снова подарочки. Это мне Айша Флоралдың бастықтары Заңғармен Токи. Заслуженной победой сейчас жетті. Это мои коллеги, мы выросли, вместе летали. Көп рахмет, приятно очень. Клубника тойдым. Как приятно, когда есть ребята, которые тебя всегда поддерживают. Рахмет сендерге. Бүгін после операции 10-шы күн осмотрға келдім. Плюс массаж жасадым, LPG массаж. Бәрін көрді, ешқандай проблемный нәрсе жоқ деді. Кішкене ғана отек болып тұр менде әлі, бірақ отек алдыңғыдан қайда намного түскен. Алдыңғы салған осы комбезбен стористі көрсеңіздер, көрген болсаңыздар егер, менде кәдімгідей дөңгелек отек болып тұрған, ал қазір қараңыздар, сузиться етілген барлығы. Уже отек кетіп бастап жатыр. И формам қатты ұнап тұр. Блин, телефонда покрупнее болып тұр, но вживую вообще я худая. И не верится уже. Вот. Күшті, шүкір. Енді бұйыртса жұмыстарды бастауға болады. Енді әңгіме айтамын дедім, әңгімемді айтайын. Осыдан 1,5 ай бұрын мен Меккеге жолға шықпақшы едім. Бәріне енді историяға шағар салып, мен Меккеге кетем осы біраз күнде деген сияқты қылып әңгіме айттым ғой. Содан кейін біраз адамдар маған жазатын болды, қашан жолға шығасың, неге шықпай қалдың деген сияқты. Мен Меккеге жолға шығатын кезде соғыс басталып кеткен болатын. Мен көтім настолько ауыр, татау соғысты бастап жүрген адам дегенсің ба? Жоқ. Сондай енді, содан кейін мамам айтты, бір жағын балам, сен үшін шырылдап қалатын мен ғана, тыныш менің жанымда бола берші деген сияқты қылып әңгіме айтты. Содан кейін бірден үйге қайттым, заттарымды жинадым да. Солай. Енді әңгімемізді жалғастырайық. Мен білмеймін, почему-то бүгін сторисқа шығып, енді осылай бастайын деп жатырмын да. Енді менде 6000 оқырман бар да. 6000 не аз емес, не көп емес. Сторисімді 2,5-3 мың адам қарайды. И мен ойлап жүрмін да, енді пландарым көп негізі. Тоқтап қалмай, енді бәрі бастаған зат қой негізі. Дальше жалғастырғым келді. Енді ол сіздердің қолдауларыңыз бар. Біраз адам балам деп маған жақсылық тілеп сөйтіп жатады. Кейбіреу маған дайректке жазып, көбісімен сөйлесем негізі. И вот мен ойымда осылай контентімді алып кетіп бұйыртса енді бойға шықсам ба дегенде пландарым бар да енді. Но бірақ жақын арада емес, біраз уақытқа салып кішкене сәл тренировкамды жасап. Енді оны алдағы уақыттарда салам ғой, енді көреміз бұйыртып қана. Главное, маған қазір тек қана поддержка керек, а поддержканы беретін тек қана сіздер. А мен өзім нәтижесін көрсем ғой негізі.